Армысыз ағайын. Мына күз айында алтын күз дейміз, шынымен ақ көптеген жаңалықтар болып жатыр саяси және қоғамдық өмірімізде. Ел астанасы Астана болды. Әлемдік діндер съезінің 7-ші съезі өтті. Мемлекетте президентті сайлаудың 7 жылдық бір мерзімдік нормасы енгізіліп жатыр. Папа Рим келді. Ал енді мен бүгін қонағым 25 жылдан кейін Абай облысы болып ашылған Семей қаласынан келген Ерлан Шаяхметұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Енді біз сізбен әлеуметтік желі арқылы таныстық. Сіздің Семейдің гербін жасадыңыз. Иә, сондай. Осы мәселеге қалай қол жеткіздіңіз? Соны бірден бастап айтып жүрсек енді. Енді Облыстың орталығы Семейдің гербі болды ғой енді. иә, солай болып жатқан жағдай бар. Тақалды енді Абай облысы деген өзіне айтып жатырсыз ғой енді. Бұл сол Семей жұртшылығының біраздан бері күткен арман тілегі болатын. Иә. Мемлекет басшысының осындай жарлығымен Абай облысы атанып жатырмыз. Бүкіл Семей жұртшылығының. Қуаныштысыз ба? Әрине, бұған өзімізден де Ел қуанышты болар. әрине. Енді қазақтың бір несі бар ғой, қазаққа бұл таңба деген мәселесі бұл жат дүние емес. Қазақ өз руларының, тайпаларының жеке-жеке өз таңбалары болған ол тарихтан да біз өзіміз жақсы таныспыз. Сондықтан мынау қазіргі уақытта мына тәуелсіздік алған міне 30 жылдығын тойладық қой. Осы уақытта Абай облысының қабылданғанда, жарияланғаннан кейін міне Семей қаласының осы Абай облысының орталығының жаңа таңбасы қабылданды. Оның мен өзім автор атандым. Енді соған қысқаша тоқтала кетсем, бұл күніге кеше ғана басталған мәселе емес. Бұл сонау біз облыстан айырылып қалдық қой, Шығыс Қазақстан облысына қосылдық. Сол тұстарда біздің қаламыздың орталық аялдамалардың 60-тан астам аялдамасына мына патшалық Ресейдің тәжі бейнеленген, былайша айтқанда халықтың ортасында отарлау таңбасы деген атқа ие. 150 жыл бұрынғы гербті әкеп қайтадан оралып тұр дейді ме? 1718 жылы, 1885 жылы қабылданған. Мынау 70 жылдық коммунистік партия далада қалды. Тәуелсіздікті ұмыттырып, патшаның екі басты айдаһары бар. Жоқ, ол емес. Ол екі бастысы қазіргі ғой. Қазіргі мынау двуглавый орел дейді, екі басты қыран. Ол емес. Бұл патшаның тәжі бейнеленген. Бұл тәуелсіздік талаптарына да сай келмейді. Осыған байланысты қаланың бір топ азаматтары бел шешіп осыған кірісіп, біздің қаламызға неге жаңа таңба қабылдамасқа тәуелсіздіктің аясында деген осындай бір игі бастаманы бастап жіберген болатын. Қай уақытта? Бұл 2011-12 жылдары басталды. Өйткені бұған наразылық болды. Біз айтып та жүрдік, бұл патшаның гербін біздің қаламызда ілінуі бұл дұрыс емес екен. Өйткені жаңа өзіңіз қысқаша тоқталып өттіңіз ғой. Ол екі ортада кеңестік жүйенің 70 жылдық. Соның қаламызда Семей қаласының, Семей-Палатинск облысының гербі болған болатын. Терінің үстінде бір жағында 7 шатыры бар, бір жағында қаланың мұржалары, заводтардың бейнеленген. Оны алып тастайды да орнына мына патшалық Ресейдің гербі келеді. Осы мәселеге байланысты біз көтеріп жүрдік. Оны алғыздық қазіргі уақытта. Аялдамалардың бәрінен акиматпен осылай хат жазып жүріп, ақыры оның бәрін алуға қол жеткіздік. Ол 2018 жылы соңғы герб алынды. Бірақ әлі күнге дейін ол гербті жоқ деуге болмайды. Қазір мына Семей қонақ үйінің үстіне ілулі тұрды, жарқырап қаланың орталығында. Сол герб. 2013 жылы тұңғыш рет байқау жарияланды. Мен ол тұңғыш рет деп жүрген мен оны білмей жүрдім ол кезде. Оған мен ең соңында болып қатыстым, соңғы күнінде әрең үлгердім шыны керек. Ол да ақиқат. Біз білеміз, сіз сол байқаудың жеңімпазы болғаныңызды, ұзақ уақыт қабылданбағанын, ақыры мынау Тоқаев президент Абай облысы деп жариялаған соң, әрине келген облыс әкімі ол шешімді қабылдады. Оған дейінгі әкімдер оны қабылдаған жоқ, иә? Жалпы мен сізден сұрайын деген, осы гербтер, геральдика дейміз ғой мысалға, генология, нумизматика, сөйтіп келе береді ғой, ғылым ғой бұл енді. Бұрынғы европалық патшалардың әрқайсысын сол ата мұрасын бәрін белгісін қойып, сәттілік болсын деген мәселеден шыққан дүние ғой. Ғылым болды, оқытты оны, тіпті бұл діннің бір бөлігі секілді болып кетті, ырымға айналды. Жалпы сол әр қалаға керек па? Біздің Қазақстанның гербінің бір бөлігі ғой сіздердегі тұрған енді. Әр қалаға керек па, облыстарға керек па? Қалай ойлайсыз? Енді ол бұлай.
біз геральдика дегеніміз, мысалға Қазақстанда геральдикалық зерттеулер орталығы 2021 жылы ғана құрылды. Үкіметтің 195-ші жарлығымен 31 наурызда. Бір жыл ғана. Бір жыл ғана болды. Жұмыс істеп жатыр қазір енді сол салада. Міне біздің қаламыздың мына қабылданған гербі қазіргі уақытта қала таңбасы ғой енді. Біреулер оны қазір ел таңба мемлекетте біреу ғана болу керек, қалалардікі төл таңбасы болып аталсын деген ұсыныстар да түсіп жатыр. Оны оқып жатқан шығарсыздар. Бұл геральдик герб дегеніміз бұл енді бұл сонау патшалық заманда да қалаларға берілді ғой. Дұрыс па? Облыс орталықтары деп алайық. Енді біздің қазақи тарихты алсақ та 450 жыл, 500 жыл дейміз ғой қазақ. Таңбалар болды ғой. Онда да болды ғой, әр рудың, әр найман, арғын таңбалары дейміз. Соғысқа барарда сол туға белгісін қойып алып шықты. Ту мен бұл геральдикаға жатады деп келеді міне. Енді қараңыз, геральдика дегенімізді біз енді түрлі немен мен бір-ақ нәрсемен түсіндірер едім мысалға. Геральдиканың маңызы неде екенін. Қысқаша ғана. Мысалға, бір мемлекеттің басшысы, президент дейміз, ол екінші бір мемлекеттің басшысының алдында ешқашанда басы иіп тізе бүкпейді. Солай ғой? Иә. Осы мысалға қазіргі уақытта президенттер қай рәміздердің алдында болса, қасиетті өзінің рәміздерінің алдында бас иеді. Туды отырып сүйеді, жаңағы әнұранды айтқан кезде жүрегін қолына қойып құрмет көрсетеді, қосылып айтады. Сосын ант қабылдаған кезде жаңағы конституцияның елтаңба тұр, соған қолын қойып ант қабылдайды, дұрыс қой? Осы үш қасиетті рәмізді де зерттейтін ол геральдика. Геральдиканың бір маңызы осында. Көрдіңіз бе? Екінші, бұл неге бұл патшалық кезеңде де болмасын, кеңестік дәуірде де болмасын, қалаларға, орталықтарына, облыстарға берілді. Бұның сол аймақтың тарихи, табиғи маңызын айшықтап тұратын бұл белгі, символ деп атасақ та болады. Бұнда ешқандай да бір алып қашпа бір әңгіме жоқ бұларда. Бұл сол өскелең ұрпақтың бойына, сол қай қаладан, мысалға біз айтамыз, тәрбие тал бесіктен, отан отбасынан басталады деген қалыппыз. Сонда бұның өз ортасының, өз қаласының тарихын тануына, оның жаңағы отанға деген сүйіспеншіліктің арттыруына, өз мысалға менің қаламның таңбасын арттырады. Бір мысалға алтын бесік атамекенім бар. Ата-бабалар туған жер алтын бесігім деген мысалға бізде сондай нелер болды ғой. Мысалға бастамалар. Туған жер алтын бесігім дейді. Осында мысалға бір қаладан екінші қалаға сіз жарысқа барсаңыз да өз туыңыздың астында, қалаңыздың таңбасының астында алып көтеріп барасыз, алып шығасыз. Бұрын жазып қойдық, Атырау, Алматы болсын. Бұл енді қазір мынау рушылдықты, 100 жылдықты баста айтып, кейбір азаматтар осыған қате пікір деп ойлаймын. Көлденең қойып жатыр. Енді ол енді әртүрлі адам болғасын, 100 адам болса 100 түрлі пікірлер бар, көзқарастар бар әртүрлі. Бәріне айта алмайсың ғой, әркімнің өз шындығы бар жүрегінде, солай ғой. Сондықтан онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол сол қаланы білдіріп тұрады. Ол соның маңызын жаңа айтып өттім ғой. Маңыздылығын, табиғи, тарихи ерекшеліктерін айшықтап тұратын нәрсе. Бұл арада еліміздің, мемлекетіміздің елтаңбасы ол біреу ғана. Ол елтаңба қасиетті. Ал мыналар облыс орталықтан жаңа қалалардың ғана сол қай қала екен. Бұл қаланың ішінде, әр таңбасының ішінде қазақтың қара шаңырағы бейнелену керек мысалға. Сонда бұл Қазақстан деген мемлекеттің қалалары екенін білдіріп тұратын осындай анықтама. Енді Ереке, Ерлан Шаяхметұлы, Семейдің гербін жасадыңыз. Қалай жасадыңыз, қандай идея келді? Және де сізге енді бұл қалай болғанымен шығармашылық еңбек қой енді. Сізге қаламақы төленді ме? Енді бұлай ғой ол енді. Бірінші сұрағыңызға жауап берсем, бұл біраз еңбектенуді қажет етті. Мен мысалға жаяу салып қаланың бүкіл несін аралап шықтым. Қай нәрсені қоюға болады, қай нәрсені қоюға болмайды. Содан бірінші жасаған жұмыстарымнан бас тартуыма тура келді. Өйткені мен сол кездерде Москваның Геральдика сегодня деген орталығы бар. Соған мен шықтым геральдистерге. Содан кейін Санкт-Петербургтың geraldika.ru деген несі бар. Сол сайттардың мамандарына шықтым мен. Хабарласып солармен электронды почта арқылы. Бұл қалай, герб қалай жасалу керек? Сол кезде мен бірінші рет білдім. Геральдиканың гербінің қалай жасалатынын. Қазіргі уақытта мына біткеніске сыншы көп деп айтып жүрген, сын айтып жүрген адамдар көп. Мұхтар өзі айтамыз айтуға. Сын шын болу керек дейді. Шын болу керек дейді. Сын мәдениетті түрде орнымен айтылу керек. Ол адамның ар-ұятына. Сіз енді қандай сәттерін алдыңыз мысалы? Семейдің Абай облысының гербі болу үшін табиғат, аспан, жер, көк аспан. Жасаған неме қысқаша тоқтамайды. Мысалға мен жасадым. Онда қазақтың қара шаңырағының 4 терезесін тоғынның ортасына келтірдім. Онда жоғары жақта. Өйткені мына геральдиканың заңы бойынша ұлы тұлғалардың болса да бейнесі гербке кіруге болмайды екен қоюға. Сондықтан мен бұны кітап арқылы бере алдым деп ойлаймын. Өйткені бұл Семей қашанда бұл кеңестік дәуірде де білімнің, руханияттың астанасы болған қала. Абайдың өзі, Мұхтар Шәкәрімнің өзі неге тұратын мысалы. Осы арқылы бердім.
Содан кейін мына біздің ормандағы екі ағаш бейнеленген, онда бір ата қарағай, бір бал қарағай. Бұл да ұрпақтар сабақтастығы. Қарағай ғасыр жасайтын ағаш. Кіргіздім. Өйткені бұл орман, бұл бізде және Канадада ғана қайталатын ормандар тізбегі екен. Басқа материкте. Тура осындай ормандар тізбегі Канадамен. Ол да онда қарады. Тағы да нені қамтыдыңыз? Сосын мына Ұлы Жібек жолын айтып отырмыз міне. Ұлы Жібек жолының жағында түйесі бар. Түйенің бұрынғы гербтен алдым, ескі гербтен жаңа гербке элементтер ауысуға болады. Сонда бұрынғы гербте ай шалқасынан жатқан болады. Қазақ не дейді? Ай шалқасынан жатса, өзіне жайлы жұртқа жайсыз дейді. Солай неде жасалған ба деп ойлаймын. Ай оңынан туды жаңа Қазақстанға. Оны жөндедіңіз ғой. Түйеге тиіскен жоқпыз. Өйткені түйе ұлы дала кемесіне түйелерсіз. Ал енді ертісті не істедіңіз? Ертіс ол мына жаңа көпірдің жаңағы су басында соғалпына қоюға болмайды. Геральдиканың өзі талап ережелер. Су деген мынау қазақта бір ғой. Астынан су шықты ма деген әңгіме бар. Енді ол енді қисық сөз біраз сөйлегенге жақсы. Егер бір алдымыз десек, ол айтыла береді. Бірақ та қар ертісте ешкім Семейде өліп жатса, ортасына жарып ағып жатқан қар ертісте ешкім жоққа шығара алмайды. Дұрыс. Сондықтан мен мына көпірдің өзін сол қалпында берген жоқпын. Bir қарасаңыз ол көпір деп қабылдайсыз, бір қарасаңыз ол көпір дәл сондай кейіпте емес. Сондықтан осы енді мына жеті қарды қашқа керек оны қоршап шаңырақтан. Біз Семейдей мына атым қасіретін тартқан қала жоқ. Атым жарылсын. Қаншама адамдар мүгедек көптеуде қарып бап. Сол кезде біздің қаламыздан үркіп кеткен қарлығаштарының өз шаңырағына қайта оралуы. Бұл болашаққа деген біздің мына гербтің есінде бұл. Тым көп болып кеткен жоқ па? Жоқ, солай айтты. Енді герб сізге айтайын. Қазақстан гербі неше элементтен тұратынын білесіз бе? 41 элементтен тұрады. 41 элемент. Сіздікі қанша? Менікі 17. 17. Басқа облыстардікі қанша элемент екен? Енді әртүрлі, әр облыс әртүрлі. Мен бәрін санап оғаларға мен баға беріп сын айта алмаймын. Өйткені ол жасаған адамдарды мен бағалай алмаймын олардың қалай жасаған. Енді бұл арада жаңағы айтып жатыр ғой енді гербің анау герб мынау дейді. Ол бәрі орнымен айтылу керек. Гербке мысалы қалай жасалған олар 5-ақ түрі қолданылады емал мысалы. Ол қандай түс қолданатынын білмейді адамдар. Ол живопись туындысы емес герб дегеніміз. Ол герб сөйлеу керек. Герб тірі дүние болу керек. Гербті адам түсіндіріп әуре болмау керек. Герб өз тарихын, қаланың тарихын өзі қараған кезде адам мынау Семей ғой деп айту керек. Ал мен мысалы жеті қарағайдың орнына кезінде жеті ғибадатхананы қойғанмын. Сіздер білесіздер, Семей палат деген атаудың қайдан шыққан. Ол орыстардан шықпаған. Орыс мына нелер келді ғой біздің даламызға. Әскери форпост салды. Оған дейін бұл жерде Доржинкент деген қаланың тұрғанын, және де онда жеті ғибадатхананың болғанын көп адамдар біле бермейді. Сондықтан Бұхар стилінде салынған деп айтылады. Оны мына сол кездегі зерттеушілердің бәрі жазып қалдырып кеткен, бәрі құжатпен бекітілген. Бірақ та геральдикалық зерттеулер орталығынан маған хабарласып айтты, мынауыңыз алып тастайық. Басқа нәрселер немен қоя аласыз. Өйткені мен айттым енді қарағайдан басқасы да онда келмейді. Рас дау тудыратын болса. Өзіңіз жүрегіңіз деген бердіңіз ғой енді. Енді мен халыққа ұнады ғой. Енді былай ғой, бұл жерде түгеліне ұнады деп айтсам мен өтірік айтамын. Былай енді сұрау салып көрдіңіз бе? Мен интернетке 3 жыл бойы салып келдім. Бірақ оларда мынандай нәрселер болды деп ойлаймын. Өйткені айтып қалған кісілер де болды мен туралы. Өнбейтін дауды өшпейтін ер қуат деген. Сіз өнбейтін дауды қуып жүрсіз ғой. Мына осы студияда тұратын. Егер осыдан бірдеңе шығара алсаңыз, мен сізді аға деп сыйлайыншы деген нелерім болды. Ешкім сенбеді ғой. Сенбеді. Енді бітті. Семей облысы, Абай облысы болады дегенге де ешкім сенбеді ғой енді. Енді мұнарда бір қызық жағдай болады. Енді бұл герб жігіттерге қалжыңдап айттым ба, әлде аузыма алла салып тұр ма? Бұларда мынандай айтамын. Жігіттер осы герб қабылданған күні біз облыс әкеледі осы герб көресіңдер деп. Сіз көрген екенсіз ғой. Сізге жақын жүру керек екен. Енді ол сізден олай айтсаңыз өзіңіз білесіз, енді өзіңіздің пікіріңіз ғой. Бірақ сондай әңгіменің болғаны рас еді, соны күледі қазір жігіттер. Әркім қазақтың сөзі қысқарып, ісі ұзарғанда біздің көптеген мәселеміз шешіле бермейді. Көп сөзден гөрі осылай әрбір азамат бір нақты іспен көзге түссе, мен сізге осы алғысымды айтқым келеді қазақ азаматтар арасынан. Бір дүниені жасап, не кейін ұрпақтарына басқан қойып қойғанда, бала шағана. Мен осы мәселені шештім деп мақтанып айтуға болады. Ал енді бәленбай жыл ел билігінде әкім министр болып жүріп, мен мына мәселені шештім деп айта алмайтын 20 жыл тақта отырса да адамдарды біз көріп жатырмыз. Сізге айтайын дегенім, әр нәрсені шешкен адам білімге, ілімге бастайтын мысалға қуанышты Абай жерінен келіп отырсыз. Абай атамыздың өзінің сөзін мысалға әлемдік лидерлер
Қазақстан дегенде Абайды еске алады. Абай арқылы бізге қарым қатынас жасайды. Бұрынғы Рим папасы да, қазіргі Рим папасы да Қазақстанға келгенде бірінші Абайды еске алды. Абайдың әлгі ешқандай философ айтпаған сөзі ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрегін еске алды. Осыны қалай сезінесіздер сіздер енді мынау Абай жерінде, жақын жерде жүріп? Енді біз мен былай ойлаймын да, Абай атамыздың енді 45 қара сөзін мысалға оқып жүрген адамдарымыз Абай жолымен оқимыз, иә. Сонда мен ойлаймын кейде Абай атамыздың 45 қара сөзін оқыған, оны жүрегіне тоқыған, баспен емес, жүрекпен оқыған адам болса, сондай адам, басшылықтағы адамдар, сол Абай атамыздың айтып кеткен өсиеттерін іске асыратын болса, біз мүмкін мүлдем бір керемет ғажайып өмір сүреміз. Сол сұрайын деп отырғаным сол ғой, енді анау Абай жерінен келдіңіз, Семейден келдіңіз, арнайы біз шақырдық, сізді таныған соң шақырдық. Осындай бір қазақтың азаматы бір тамаша іс жасады деп, нақты іс жасады деп шақырып отырмыз. Қандай бір жаңалықтар бар еліңізде? Рим папасының өзі келіп, қандай бір әдемі сөздерді айтып жатыр? Енді ел астанасында. Біз енді ғана облыс болып жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен енді ауызды шөппен сүрте беруге де болмайды. Бәрін жоқ деп берсек, еркінге риза болып жатыр облыстың ашылғанына. Иә. Сондықтан былай ғой, әр нәрсені уақыт көрсетеді. Мысалы, облыстың қандай болмағын. Қазір үлкен игі істер жасалып жатыр. Мына Түйемойнақ аралында полковник осырып дейді ғой, мысалға, бұрынғылар. Қазір ол негізгі тарихи аты Түйемойнақ. Сонда мысалға зообақ ашылмақшы, мысалға экобақ, мысалға адамдар бар демалатын. Өздеріңіз білесіздер, ол жерде мысалға шет жақтан келген сыйлы қонақтардың бәрі соларға алып барады, мысалға. Сонда монументті гүл қояды деген сияқты, бейбітшілік несі тұр, стелласы тұр анарда. Осындай. Енді қазіргі өзгеріс бар деп ойлаймын. Өйткені бар ғой, біз енді сол қалада сонау тәуелсіздік алғалы бері тұрып келе жатырмыз ғой. Сондағы қазір қаламыздың көшелеріне шықсақ, біраз жарық пайда болды қаламызға, жол жөнделіп жатыр. Оны да автокөлік жүргізушілерді айтып жатады, жолдың жақсарғанын. Біраз игілікті істер жасалып жатыр қалада. Бұл бастамасы деп ойлаймын мысалға мен. Енді Абай атамыз айтады ғой, енді азаматтың азаматтығы ол істі қалай бастағаннан көрінеді, қалай аяқтағаннан емес дейді. Алдымен адам істі дұрыс бастау керек. Солай ғой. Дұрыс басталған іс ары қарай өз жалғасын табатын шығар ақырын. Енді Абай атамыздың өзі де енді талай ғұлама жақсы сөздерді айтты ғой енді. Бәрін тізіп айта беруге оларға келмес. Енді сіз өздеріңіз іспен дәлелдеу керек қой нарға. Иә. Ол енді ол кісі енді ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба дейді. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге 5 нәрседен қашық болды, 5 нәрсеге асық болды дейді. Сол жаңағы мен айтар едім, егер бұл жерде расында да сол қала басқарған басшылықта жүрген адамдар өзі үлгі болса, өйткені бұл қазақ деген халық қашанда тізгін ұстағанына қарап көшін түзеген ел. Олар қалай болады ертең? Ертең бұл Абай облысы бірінші рет ашылып отыр, Абай атамыздың атын иемденіп. Бұл сол азаматтарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Екіншіден айтайын деген, менде Семей облысы үлкен 9 жолдың торабында тұрған, темір жолдардың қиысатын жері. Облыс болды ұзақ жылдар. Облысқа қажетті мекемелер толықтай болды. Солардың бәрін енді 25 жыл жабылған уақытта кезде әркім енді жекешелендіріп алды, үйтті деген шаруалар көп болды ғой енді. Соларды мысалға билік сол жекешелендірген бай манаптар қайтадан қайтарып беріп жатыр ма? Жалпы енді бұл қуаныш президент бұл облысты ашқан кезде Қасым-Жомарт Тоқаев елдікті, бірлікті, әділетті Қазақстанды құрам деп отыр ғой. Сол енді әділетті Қазақстанға тек қана мысалға президенттің пәрменіне жергілікті жігіттердің де үлес қосуы қажет емес пе? Сіз жергілікті азаматсыз. Осы тұрғыдан елдің ішінде жүрсіз, не дейсіз? Біз ойымызда енді ашық айтып келе жатырмыз ғой, енді шамамыз келгенше әркім өз деңгейінде айтады. Енді расында да бір істер істеліп жатқан сияқты, бірақ оны әлі біз толық жемісін көрген жоқпыз. Енді бүгін ашылған кеше ғана облыстың азаматтарының енді ғана тағайындалып жатыр жауапты орындарға. Осы тағайындалып жатқандары бар ғой деймін, қателеспесем. Мысалға менің өзімнің қалалық мәдениет сарайына әлі мысалға басшы тағайындалған жоқ деген сияқты. Ол енді көш жүре түзеледі, бірақ та дәл қазір осы Абай облысына баға беруге менің ешқандай нем жоқ деп ойлаймын. Дегенмен қазақтың мақалы бар ғой, баланы жастан,
әйелді бастан қазір соған қосуға болады, тағайындалған әкімді алғашқы бұйрығынан деп. Енді бізде былай міне, бізде қалай болған? Бізде мен мысалға айтар едім, бұларда келтірер едім, Әлихан Бөкейханның ұлтыңа жұртыңа қызмет қылу дейді, ол білімнен емес мінезден дейді. Мен биліктің осылай тізгін ұстаған адамдардың мінезді болғанын қалар едім. Енді жалтақтап, енді біреу бірдеңе айтса селкеде жоғары жақ не дейді деп, басшы не айтады деп, ол басшыға көмектесу керек қой. Дұрыс айтасыз. Рухани салада жүрсіз. Әуезов Абайды жазды. Одан кейін мысалы Әуезовті жазды Камен Розалин, иә? Біз бергі жағын алайық. Ролан Сейсенбаев Лондонда Абай музейін ашты. Сіз Семей қаласын гербін жасадыңыз. Енді қандай бір осы қаланың руханиятын дамытуға қажетті шаралар бар? Өзіңіздің замандастарыңыз жүрген мысалға Құсмила деген бір жырау бар сіздің жаныңызда. Енді бұл ағаларымыз былай ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Ол ағаларымыз, Құсайын ағаларымыз өзіміз аға деп әрқашанда құрмет тұтатын ағаларымыз. Енді ол ағаларымыз да көптеген нәрселерді көтеріп жүреді, мысалға ұлттық құндылықтарды көтереді. Мысалға біз жаңа өзіңізге бір айтып кеттім. Мысалға мен жаңағы өз таңбама келейінші, мысалға, сонда мен жаңағы түйені қойдым деген кезде, бұл енді түйе мысалға Семей қаласы үшін Ұлы Жібек жолының солтүстік шығысындағы Бұлғын жолындағы маңызды қала болған деп айттым ғой. Иә, айтайын. Осы түйе неге тұр Семейде деген әңгіме болды. Түйенің Семейге қатысы қанша таңбасына деп. Шөл емес, ертіс сөйтіп айтты, иә. Бірақ та біздің қаламыздың шетінде, мысалы ортасында, мысалға кезінде бұл мына жағы Алаш қала деп аталды ғой, екіге бөлінді, соның ортасын бөліп жатқан арал бар, иә. Ол түйенің мойнағы сияқты арал. Бұрын анау полковник аралы деп. Соны айтайын, иә. Абай жолында сол ешбір атаусыз Абай деп арал деп аталды, иә. Бірақ ол мына кімде де арал деп аталады, мысалға. Жаңағы кімнің Ақбілек несінде де Жүсіпбек Айматұлында арал деп айтылады, аралдың бар екені айтылады. Атау жоқ. Ал бірақ Қажымханның естелігінде дейді, мысалға, бұны көтеріп жүрген мысалы қаламыздың Мерей Қарт жазушылар одағының Семейдегі филиалының төрағасы, дарын сыйлығының иегері жас ақын, сол көтеріп, және Құсмила ағаларымыздың бәрі бұны көтеріп айтып та жазып та келе жатыр. Бұл енді аралдың негізгі тарихи атауы Түйемойнақ болатын болса, онан кейін полковничий деп аталды, өзіңіз айтып отырғандай. Онан кейін ол жерде мына Киров арал деп аталды. Енді мына тәуелсіздік алғаннан кейін оны бейбітшілік арал деп ауыстырды. Ядролық қарудың белгісі тұрғысы. Бейбітшілік деп. Бірақ осыған жаңағы қаламыздағы біраз зиялы қауымдардың ішінде азаматта ағаларымыз бар. Мына қоғам белсенділері бар, осы мәселені қайтадан тарихи атауын қайтарсақ деп жатқан бір осындай әңгімелер жүріп жатыр қаланың ішінде. Біз мысалға былай ойлайды екенбіз. Мысалға біз тәуелсіздік алдық. Жарайды, тәуелсіздік өзі халқымыздың арманы болды, ата-бабаның. Бірақ біз осы кейде мен ойлаймын, осы біз жердің атауын тәуелсіздік алғаннан кейін тарихи атауын қайтарудың орнына оған басқа атау беріп, сол өзіміздің тарихымызды өзіміз өшіріп жатқан жоқпыз ба деген бір өз қолымызбен осындай маған ой келеді де, біз осындай құндылықтарымызға да мән беруіміз керек. Өйткені ата-бабаларымыз, мысалы оны айтады екен біреулер, ол ресми аталмаған деп. Қазақтың қай даласын ресми атап мөр соғып еді, қай елді мекеніне? Анау Күшікбай дейік, анау Еңлік, не дейік, Қасқабұлақ дейік мысалға. Анау Арқат, анау Орда дейді. Қайсысын мөрмен бекітіп еді қазақ? Қазақ ауыз әдебиетімен жеткізген бұның бәрін, құндылықтарын. Бұл жерде тағы бір үлкен мәселе, Ерлан мырза. Енді үлкендермен араласқан, кешегі Әуезовтердің көзін көргендердің көзін көрген біз соңғы ұрпақпыз ғой енді. Сондықтан да біздің ұрпақтың алдында үлкен парыз тұрған секілді. Осының бәрін көрсетіп, естігенімізді дәлелдеп, орнықтырып кетуге, бір жағынан тәуелсіздіктің қолымызға берген бақыты бар, пәрмені бар деген секілді. Енді барлық осы қанша дегенмен аңыз бен ақиқат көп Семейге айтылады ғой мысалға. Әуезов, Абай, Шәкәрім тізе берсін тоқтамайтын тізімдер кете береді ғой енді. Бір Абай ауданынан 40 ғылым докторы филологиядан шыққан, өте үлкен құндылықтар. Енді барлық жерге үлгі ретінде, мысалы кеше Көкшетау айтып жатыр, 90% қазақшаланды. Көкшетауда енді жай жер емес қой. Абылай хан, Шоқан Уәлиханов, хандар отырған жер. Сәкен Сейфуллиндер 90%. Семейде қалай? Соны мысалға сіздер өнеге үлгі ретінде әдеби, мәдени, тарихи жүзеге асыратын
азаматтар семейде қалды ма, елінде қайтадан жинала ма облыс ашылған соң? Енді ел ерсіз болмайды дейді ғой. Алтын құрсақтан алар барда ер туады, ол болады. Ұрпақта сабақтасы қайталанып отырады. Өйткені Семей олар Алаш ауданының астанасы болған қала, білесіздер тарихтан. Қанша жыл астанасы болған Алаштың? 10 жыл деп айтады. 10 жылдай. 17-ші жылы нетілген Алаш қала атанған деп. Жоқ, ана несі Алаш қала атануын айтып отырмын. Мен, негізінде негізінде 2 жыл ғой, 1,5 жыл. Ал енді Жүсіпбек Аймауытов айтады ғой, Семей туралы Семей туралы айтып отырсыз енді. Семей бір губерния елдің миы, ақыл ойдың табысы Семейде. Семей бір губерния елдің жүрегі. Семей бүлкілдесе, бір губерния ел бүлкілдейді дейді. Бұдан артық қандай теңеу керек, айту керек, қарасаңыз. Сондықтан Алашорда арыстарының да бұны Алашорданың астанасы етіп қабылдануда үлкен мағына жатыр ғой. Өйткені бұл білімнің, жаңағы білімді адам азаматтардың тоғысқан жері. Дұрыс. Қадірлі көрермен, біздің бүгінгі қонағымыз Серік Шаяхметұлы сонау Семей жерінен атарқалатып келді, арнайы келді. Енді сөзін қонақтың қонақ кәде деген сөзі болады. Біз Абай арнасында соғамды сақтай отырып, анау Абай облысынан келген азаматқа тілегіңізді айтыңыз енді. Не бар көкейіңізде? Енді қазір енді мына мемлекет басшысы жаңа Қазақстан құрып жатыр. Бұл енді жаңа Қазақстан енді негізгі бұл мақсаты мына жасыратыны жоқ. 30 жыл біз енді халықпенен, мына қоғамменен биліктің арасы алшақтап кетті ғой. Осы екеуінің арасын жақындастыру. Сондықтан осындай халықтардың ішінде жүрген өз ойын айтатын, орнымен айта алатын азаматтар болса, солардың пікіріне құлақ асу деген сияқты бір жақсы осындай бастамалар көтеріліп жатыр ғой. Еститін үкімет жасаймыз деп жатыр. Сол мен өз деңгейінде болсын деп ойлаймын. Құр сөз болып қалмай. Өйткені біз ел боламыз десек, бесігін мұқтарамыз. Енді сол құр сөз болмас үшін президент Тоқаев Абай облысын ашылып берді. Қанша уақыт, 25 жыл әне ашылады, міне ашылады деген ашып беріп айтты. Міне, әділетті Қазақстанға бет бұрайық деп. Енді мен бұлай айтамын, мына енді жаңа сіз өзі қоғам туралы айтып отырсыз, айтсам, қоғам туралы айтсам. Бұл жерде мысалға мен өз жеке пікірім енді. Әрине. Қаламаймын. Әркімнің пікірі. Әркім өз орнында отыру керек деп ойлаймын. Дұрыс. Мына Әшірбек Сұқай ағамыздың бір сөз осындай ойыма түсіп отырды енді. Әшірбек ағамыз айтып былай дейді. Мен дейді, мына мәдениетке, шығармашылыққа дейді, кәсіби маман емес, кездейсоқ келген адамдардан қорқамын, үркемін дейді. Бұдан мәдениетті оқымаған мәдениетті түсінбейді деген сөзден аулақпын дейді. Бірақ әркім өз саласында жұмыс істеу керек дейді. Қазақта сондай сөз бар ғой. Сондықтан дейді, жаңа қасап сөзіңізге келеді. Сондықтан егер маған дейді, мәдениеттен, шығармашылықтан басқа бір қызметті ұсынса, мен бас тартар едім дейді. Бас тартпайтын жігіттердің көбейіп бара жатқанына қайранмын дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан сыншы болған адам марқұм. Сол кісінің осындай сөзі маған ой салады. Қазіргі біздің қоғамға кедергі келтіріп тұрған жағдайдың бір тетігі осында ма? Өйткені осында ма деп кейде ойлаймын да өзім. Өйткені әркім өз білетін мамандығында, білетін өзінің саласында жұмыс істеу керек қой. Өйткені тағайындайлар болып жатады. Сіз дөп басып айтып тұрсыз, өйткені Европа мен Американы қарасаңыз, ондағы азаматтар сөйлесіз, өз саласын ғана біледі ғой, басқа салаға араласпайды. Саласы маманы болу керек ол. Ал бір саладан апарып, екінші салаға апарып оны отырғызады екенбіз. Ол біле ме, ол жүрегімен ойлай аламын олар, сезіне аламын оны. Ол сезіне алмайды. Ол өз саласында ойлайды. Кітап жазғыш болып кетті. Қазір енді кітаптың да құны түседі ғой одан. Кітаптың ол оқымайды дейміз. Содан кейін түсті ғой енді. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді көптеген мына керемет бір ғылым докторлар шығып жатыр деп. Оның сапасы қандай? Сапасына мән берілемін оның. Қазіргі жасырмай қойық, біздің қоғамда бәрі сатылатын болып кетті. Оны да жоққа шығармаймыз. Ауруын жасырған өледі дейді қазақ айтады. Сондықтан біз осындай мәселелерге мән беруіміз керек шығар. Мақтай бергеннен бірдеңе біз дамып кететін болсақ, 30 жылда гүлденіп кетер едік енді. Сол мақтағанына бір бізге пайда болса. Ол мақтаншақтық, Шәкәрім атамыз айтады ғой, мақтаншақтық дейді, ол дейді. Мен басқадан өзімді артық көріп, басқалар маған таң қалып тұрса дейді. Одан қандай адамға пайда келеді?
Рахмет. қандай пайда алады. Қадірлі ағайын, бүгінгі біздің қонағымыз болған Абай облысы Семей қаласындағы мәдениет сарайында қатардағы қызметте жүрген Ерлан Шаяхметов. Сол қатардағы қызметте жүргеніне қарамастан Семейдің гербін жасады, отанға, елге деген бір жауапкершілік пен сезім көрсетті. Біз Ерекенді арнайы шақырған себебіміз, елімізде әр салада осындай азаматтардың көп болғанын қалаймыз. Сонда ғана біз бәлкім президент Тоқаев айтқан әділетті Қазақстанды құра аламыз. Елге пікір айтатын, жөн айтатын және әділдікті талап ететін азаматтар арамызда көп болсын деп айтқым келеді. Рахмет сізге, арнайы келгеніңізге, пікір білдіргеніңізге.